Сендермен бірге сәлем достар. Сендермен бірге Майнкрафт кезет. Бүгін біз реально шынымен де атылатын пушка жасаймыз. Егер бұл видеоны до конца көрсеңіздер, үйреніп аласыздар. Бұл өте қиын да емес. До конца көрсеңіздер, оңай екен түсінесіздер. Ендеше кірісейік. Бізге пушканы жасау үшін темір блок қажет, су қажет, қызыл тас қажет, және мынау кнопка и бомба, динамит. Бізге мына жоғары жаққа үшеу қойып, төменге созамыз. Санамай қоя берсеңіздер болады, себебі су қазір көрсетемін. Суды қойған кезде су қай жақтан тоқтайды? Су жақтан бітті, міне. Су жақтан тоқтады ғой, былайын жаба саласыздар, міне. Сосын мына жаққа 2 блок қоясыздар да, бірінші блокты алып тастайсыздар. Сөйтіп кнопканы қоясыздар. Сосын қызыл тасты алып, былай мына жақтардан басып жүргізіп шығасыздар. Сөйтіп, бірақ мынамен жүргізуге болмайды. Әйтпесе атылмай қалады. Ал бірақ мына жақпен жүргізу керек. Бұл жолы мынаны қоямыз. Былайынан қойып шығамыз. Сосын қызыл тасты алып, мына жаққа бүріп үстіп қоямыз. Сөйтіп, мыналарды до конца жеткіземіз. Мынаны да соңына дейін жеткізіп, жеткізбесек дұрыс атылмайды. Сол себепті соңына дейін жеткізу керекпіз. Міне, соңына дейін жеткіздік. Енді біз динамитті аламыз. Міне, біріншісіне қоймаймыз. Міне, былайынан қарағанда мынаған қоясыздар. Сөйтіп, үстіп, до конца толтырасыздар. Соңына дейін. И ең главный, ең маңызды атылатын бомба ол мына жаққа қойылады. Енді қараңыздар. Мынаны басамыз и атылды. Дұрыс шықпады жаңа жерде. Қазір тағы да бір қайталап көрейік. Қазір тағы да бір қайталайық. Давайте. Енді жақсылап тұрып ұшсын. Жоқ, достар, қатты ұшпай жатыр. Ол қатты ұшпайды екен. Но бірақ атылды ғой. Мен бұлай атылды деп ойламаптым. Рахмет видеоны көргендеріңіз үшін. Сіздермен мен қоштасамын. Сау болыңыздар.